Сәлем жас физик, бұл оптика сіздіңге екіншісі. Периоды 0,01 миллиметр дифракциялы торға перпендикуляр түскен ақ жарықтың дифракциялы тордан 2 метр қашықтықтағы экранда алынатын екінші реттік спектрдің ені микрометрмен қанша деп сұрап отыр, Өте қызық. Бір қарағанда бұл есеп не сұрап тұр деген ой туындауы мүмкін, бірақ бұны қазір талап жасауға бір теорияны білу керек, соны білсең тық етіп шығара саласың. Қара, допустим, біз қазір ақ жарық, мен качествоны осы әдейі кішкене сапасын әдейі түсірдім, ақ жарықты көрсету үшін. Мысалы, ақ жарық келді, ол келіп дифракциялы торға келіп түссін, яғни ол дифракциялы торға ол перпендикуляр түскен деп айтылған. Вот міне, осы дифракциялы тордан перпендикуляр деп айтқан осы. Ақ жарық келіп түсті, одан кейін бөлініп бастайды, яғни ол бірінші жарық ол ақ күйінде қалып қоятын білесіңдер. Мысалы, мына жер экран деп алатын болса, мысалы фиолетовый емес, қарамен алайыншы. Мынаны мен экран деп алатын болсам, экран деп алайын. Көрініс пайда болатын, міне. Экранда алынған, яғни осы жерден мына жермен екеуінің арасы айтады 2 метр еді. Осы екеуінің арасы 2 метр. Сосын айтады, бұл жерде мына жақта білесіңдер, ақ жарық келіп прямой келіп түседі. Бұл бізде К тең 0 болады. Сосын бізде там бөлінеді, там қызыл мен енді үстімен істей салайын. Ақ жарық бөлінгеннен кейін, мысалы мен былай қызылмен келтіре салайын. Мынау типа бірінші реттік бола салсын, К тең 1. Бірақ оның тағы да К тең 1-дің мына жағдайда оның фиолетовый жері бар, жерде. Деген сияқты ғой бұл жерде. Бұл жерден К тең по-любому 1 болады, мінекей. Вот. И бізде тағы бір екінші сәуле болады. Ол бізде екінші реттік, мінекей. Вот. Мына жер уже К тең 2 болады. Астында да тура сондай. Яғни астында да ол К тең 1, К тең 2 деп кетеді. Мен енді тағырға есеп қойын. Бізден сұрап отқаны осы қанша дейді. Мына осы аралық X деп алайыншы. Осы аралық қанша дейді. Осын сұрап отыр. Өте қызық. Енді бұны табу үшін, яғни мына аралық табу керек бізге. Осы аралық қанша деп сұрап отыр. X деп алатын болсақ, бұл енді мынамен келтірсек болады. Біз енді белгілі бір шамалар келтіріп қойып. Мысалы бізде дифракциялы тор дейтін болса, D синус альфа тең болады К көбейтілген лямбдадан. Енді осы жерде біз мынаны білуіміз керек болады. Бірінші реттік және екінші реттік бұрыштары ол 5 градустан аспайды. Енді бұл жерде алгебралық кішкене білімді қолданып жүреміз. Егер синусымыз 5 градустан аспайтын болса, ол өте аз бұрыш қой. Демек, оны біз мысалы альфамыз былай айтқанда 5 градустан кіші деп жазып қоямыз. Бұл теория. Егер олай болатын болса, біздің синус альфамыз жуықтап тангенс альфаға тең болып кетеді. Тангенс альфа дегенімізде, мысалы біз қазір мынаны, допустим, А деп алсақ, мынаны біз Б деп аламыз, Б деп аламыз. Сонда тангенс альфа дегеніміз ол Б-ның А-ға қатынасы. Яғни Б-ның қарсы жатқан катеттің ірге жатқан катетке қатынасы. Демек не істей аламыз? Мына жерде Д көбейтеміз. Б бөлінген А тең болып кетеді К көбейтілген лямбдадан. Біз осы жерден Б-ны табайық. Яғни бізде Б-ны табайық, Б тең болып кетеді, К көбейтілген лямбда бөлеміз, мысалы көбейтілген А болып кетеді екен мына жерде, бөлеміз тағы D-ға. Енді бізде мына жерде X тұр. X тұр, X-ті біз былай тапсақ болады. B2 минус B1 тең болады X деп алсақ болады. Осы алып жерсек, яғни общийді біз, мынаны біз қазір айталық V1 десек, екіншісін мына аралықты, осы аралықты біз V2 десек болады. Осы екеуінің азайтындысы как раз сол X-ті беріп кетеді. Осы кішкентай ғана аралық беріп кетеді. Яғни бізге осыны табу керек. Олай болатын болса, онда біз былай келтіреміз. К екінші ретті по-любому ғой. Сонда лямбда 2 көбейтілген А бөлеміз D минус К лямбда 1 көбейтілген А бөлінген D тең болады X-қа. Мына жерден бір делдет шығарып жібереміз. Сонда бізде қалады К көбейтеміз А бөлінген D. Мұнда лямбда 2 минус лямбда 1. Вот есептің
шығару жолына жетіп алдық, қалған енді сан мәнін қоя саламыз. Осы жерден x-ті тапсақ, k-мыз екінші реттік, a-мыз бізде 2-ке тең, көбейтеміз, тағы мында не бар? Бөлеміз уже 0 бүтін, мында 0,1, оның минус 3 дәрежесі дұрыс па? Демек, бұны біз 10-ның минус 5 дәрежесі деп жазғанбыз. 10-ның минус 5 дәрежесі метрге айналдырып жатырмын. И лямбдаға келетін болсақ, бізде нанометр, біз қазір сонда 760-тан азайтамыз 380-ді, және ол жерде нанометр бар, е? Так, мына жерден 4 шығады, мына жерден бізде 380-ді 4-ке көбейтер болсақ, бізге калькулятор керек, бұл жерде никак калькулятор істемейміз. Сонда 760-тан қызыл ғой, қызыл түсті ненің тоқын ұзындығы, так, азайтамыз 380, яғни күлгіндікін тең, осы шыққан санды көбейтеміз біз 4-ке. Сонда бізде 1520 деген сан шығады. Жақсы, 1520 деген сан шықсын. Так, 1520, нано дегеніміз оның минус 9 дәрежесін, бөлеміз оның минус 5 дәрежесіне. Сонда бізде 1520 көбейтеміз оның минус 4 дәрежесі сан шығып кетеді. Бұны енді минус 2 дәрежеге айналдыратын болсақ, 15-те 2 көбейтеміз оның минус 2 дәрежесіндегі метр ғой, мына как раз сантиметр деген мағынаны беріп кетеді екен. Міне, жігіттер қыздар, осындай интерференция дифракциялық тормен байланысқан есеп осындай жолмен шығып кетеді. Бұл жердегі сен білуің керек теория, ол бізде бірінші реттік пен екінші реттік интерференциялық көрініс 5 градустан аспайтындығын білу. Егер олай болатын болса, синусымыз тангенске тең болып кетеді. Тангенс ол қарсы жақтың кадеттің іле жақтың кадетке қатынасы. Талдау ұнады деген үміттемін. Осындай әдемі талдаулар кездескенше, келесі сабаққа дейін.